Талайдың отын өшіріп, барын жоқ қылған, алапат соғыстан кейін туған ұрпақтардың өзі де бүгінгі күні 70-тен асып барамыз. Кейде балалық шағыңды сағынасың. Сол күндерге оралғың-ақ кеп тұрады. Әсіресе бізге 1000 жыл өтсе де тозбайтын, өшпейтін тәлім берген, тәрбие берген, біз үшін ерліктің, батырлықтың феномені, ата-бабамызға деген сағыныштың жөні бір бөлек. Анау бір асып тасыған жағдайымыз болмаса да, қолдағы барды қоқсатып, тірлікті түзеуге тырысқан ата-аналарымыздың елге, қоғамға, отбасына сіңірген еңбектері орасан зор еді. Олардың қарапайымдылығы, еңбекқорлығы, адалдығы, тектілігі, жақсы істері, көзсіз ерліктері көп жылдар өтсе де, көптің аузында, халықтың жадында әлі де сақтаулы. Осынау ниеті адал, жүрегі нұрлы, дарыны тасқын, ерлігі дастан, ақылы кемел жандар туралы қанша айтсақ та, жазсақ та жарасады. Өйткені олар ғұмыр жолында бұралаңда соқпақты тіршілікпен күресе жүріп, өмірін жарқын арнаға бұра білген азаматтар. Олар біздің аталарымыз. Нақтырақ айтсақ, Сақ есімді бабамыздан 6 перзент өрбіген. Соның 3-і ұл, үлкені Иманәлі. Ол 1922 жылы дүниеге келген. Ғұмыр жолында ел басына түскен зұлмат жылдарды басынан кешірді. Ашаршылық, жекешелендіру науқаны, ұлы отан соғысы, соғыстан кейінгі қалпына келтіру кезеңі. Бірақ бұл ауыр жылдар әкемізді қажытқан жоқ. Керісінше, ол қиындыққа тап болған сайын ширай түсті. Өмірдің қатал да қуатты мектебінде шыңдалды. Рет-ретімен баяндасақ, әкеміз небәрі 19 жасында, нағыз жастықтың қайнап тұрған шағында қан майданның ортасынан бір-ақ шықты. Бұл 1941 жылдың желтоқсан айы болатын. Артиллериялық бригада құрамында болып, сұрапыл соғыстың бел ортасында жүрді. 1944 жылы ауыр жарақат алып, госпитальда ұзақ ем алды. Кейін денсаулығының жарамсыздығына байланысты елге оралды. Туған жерге табаны тиген майдангер босқа қарап жатпады. Соғыстан соң КСРО ішкі істер халық комиссариаты, яғни НКВД-да абыройлы еңбек етті. Трактордан бастап, кейінгі шыққан көліктің тетігін, сырын жатқа білетін, техникаға әуелден әуестігі бар ол, кейінгі МТС-те механик болды. Білікті маман істен шыққан техниканың талайына жан бітірді. Елін, жерін қызғыштай қорғап, ерліктің үлгі өнегесіне айналған атпал азамат кейінгі ғұмырын осылайша туған өлкесінің өсіп өркендеуіне арнап ұрпақ өсірді. Бүгінде ер жүрек, қайсарлығымен танылған Иманәлі атамыздан өрбіген 5 перзенті бір-бір үйдің егесі. Олар да ата-әже атанып, немере жиен сүйіп отырған қазыналы жандар. Иманәлі атамыз жылы жүзді, қонақжай, адамгершілігі зор, қолы да мінезі де ашық болатын. Ермегі кітап оқитын, газет-журналға үзбей жазылып, жаңалықтарды қалт жібермеуші еді. Әлі де ортамызда болса биыл 100-ге келер еді. Әттең, бар болғаны қылшылдап тұрған 40 жасында жарқ етіп ғайып болды. Отты жылдардың зардабы да атамыздың денсаулығына аз салмақ түсірмеді. Десе де Иманәлі атамыз санаулы ғұмырын ғасырға бергісіз өткізді. Ұрпақ сүйді. Бүгінде Аллаға шүкір, ізін жалғап немере жиен шөберелері өсіп өніп келеді. Майдан даласына қаншама қазақтың азаматтары белін бекем буып, өз ұрпағының келешегі үшін аттанды. Солардың бірі де бірегейі Иманәлі атамыздың бауыры Сақ Иманберді. Ол да балалық шағы 1920-30 жылдары болған ауыр күйзеліспен арпалысқан, мезгілінен ерте сейген, жоқшылықтың зардабын тартып өскен ұрпақтың өкілі.
Жастайынан зерек өскен Иманберді атамыз ұстаздық деген ұлы қызметке ден қойды. 1942-43 жылдары оңтүстік Қазақстан облысының Киров ауданындағы орта мектепте біраз еңбек етті. Кейін кәмелет жасқа толысымен мойнына қару асынып, отан алдындағы қасиетті борышын өтеуге аттанды. Етігімен су кешіп жүріп, жауынгерлік ерлігімен де фашистерге қарсы түрлі айла әдістерді таба білген тапқырлығымен ерекше көзге түсті. Сондай ерен ерлігінің бірін баяндасақ, кеңес әскерінде жау шебін бұзып, өзеннің арғы бетіне өту біршама қиындық туғызды. Бөлімше командирі осы мәселеден шығудың амалын қарастыра бастады. Осындай шешуді сәтте Иманберді атамыз жер жағдайына байланысты екі түрлі жоспар құрып, өзінің майдандағы серігіне айналған пулеметімен жаудың бетін қайтарып, кеңес одағы әскеріне өзеннің арғы бетіне өтуіне жол ашып бергені баға жетпес ерлік еді. Соғыс тактикасын жетік меңгерген жауынгердің бұдан өзге де ұрыстардағы шеберлігі мен ерлігі жоғары бағаланды. Осылайша 2 жыл оқ пен оттың ортасында жүріп, қас дұшпанның өз үңгірінде талқандалуына куә болған майдангер кеудесіне жарқыраған ордендерін тағып, елге аман оралды. Иманберді атамыз соғыстан кейінгі экономикасы құлдыраған туған өлкеге бір кісідей тер төкті. Бейбіт еңбек майданынан да абыройлы болды. Атап айтсақ, 1945-48 жылдары штаттағы насихатшы, кейін Оңтүстік Қазақстан облысы Қазақ коммунистік партиясы Киров ауданы хатшысының көмекшісі. 1954-55 жылдары аталған ауданның нұсқаушысы болып, қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Елдің мүддесімен санасып, халықтың соғыстан кейінгі тұрмыс жағдайын әлеуетін көтеруге зор ықпал етті. 1946 жылы Ұралай әжемізбен отау құрып, 5 ұл мен 2 қыздың әкесі атанды. Осылайша мағыналы ғұмыр сүрді. Елдің қамын ойлаған есіл ер 1977 жылы 52 жасында дүниеден озды. Қазіргі таңда ұл қыздарының барлығы да адал еңбекпен өсіп өнген жандар. Сонымен туып өскен жеріне сұрапыл қан майданға кеткен 2 бауыр, бір үйдің 2 ұлы ғана офицер шенмен оралды. Қаһарлы жылдардың бетін жанқиярлықпен қайтарған, бір тұтам жері үшін жанын шүберекке түйген батырларымызға бұдан асқан баға жоқ еді. Аз ғана ғұмырларында қайталанбас қаһармандықтың үлгісін жасап, артына өшпес із қалдырып кеткен ата-бабаларымыздың аңызға бергісіз ғажайып ерлігі туған халқымен бірге мәңгі жасай бермек. Ол кісілерді мен өзім көрдім. Өйткені ол кезде мен мектепте оқитын едім. Жас кезіміз. Сол кезде ол уақытта үлкен қызметкерлер де аз ауданда. Жаңа құрылған аудан еді. Сонда сол Иманберді деген кісі райисполком заместитель болып істеді шамамда. Бірақ біздің көп араласымыз жоқ. Сол мектепке барып келіп жүргенде алыстан көретін едік. Ол туралы сөздері еститін едік. Өте бір сауатты, ол кезде сауатты адам азғантай еді. Бұл кісілер сол сауаттылардың бірі болған. Сөйтіп аудан басқарып көпшілікке көрініп жүрді. Бірақ кейінірек біз көбірек танитын уақытта ол кісі науқастанып төсек тартып қалды. Мен ол кісіні көргенім жоқ, жаңағы құданың кемпірі Өрелайды көрдім. Өрелай құдағайымды көрдім. Жақсы араласып тұрдық, қатынасып. Құдағайым дәледі сағынып жүріп жатырмын енді, аманшылық болса. Бала-шағалар аман болсын дендер, сау болсын, аты жақсы болсын. Болды ғой. Өзі колхоз бастығының қызы болатын ілгері кезде. Ондай адамдар кем кездесетін, бірақ кездесті. Кейінірек біз жекжат болдық, араласып тұрдық. Енді ар жағы өз алдына.
Екі ағасының жолын тосып, сағына сарыла күткен кенже атамыздың да өмір жолы тұнығып тұрған өнеге. Ол 1937 жылы 22 қыркүйекте өмір есігін ашқан. 1965 жылы аграрлық университетті бітірген. 1969 жылы әкімшілікте ауыл шаруашылық саласында еңбек етті. Ұйымдастырушылық қабілеті, жұмысына адалдығы, еңбекқорлығының арқасында көптеген еңбек сатыларынан ойдағыдай өтіп, 1983-84 жылдары кеңшар директоры болды. Кешегі кеңес дәуіріндегі кеңшар өндірісін басқару, атап айтқанда кеңшар басшысы болып қызмет атқару кез келген азаматтың пешенесіне бұйырмаған анық. Ол кезде осы жауапты қызметке жоғарылау үшін өзін жан-жақты көрсете білу оңай шаруа емес. Десе де, өндірісті ұйымдастырудың хас шебері кенже атамыз өзі басқарып отырған шаруашылықтың тасын өрге домалатып, елдің жағдайын жақсартты, қоғамның гүлденіп, өркендеуіне зор үлесін қоса білді. Бойшаң, ашаң жүзді, өн бойын әркез таза ұстайтын, әр ісіне тиянақты кенже атамыздың ұйымдастырушылық, көшбасшылық қабілеті өте жоғары еді. Сол қасиеті оны өз қызметінде ортасында биіктетті. Халқының қалаулы азаматына айналды. Өмірдің соңына дейін сол азаматтың болмысымен өмір сүрді. Ұрпақ тәрбиеледі. Немерелерінің көзін көріп, еңбегінің зейнетіне кенелген кенже атамыз 2017 жылы 80 жасында дүниеден озды. Я с Абдигали познакомилась в конце первого курса, и со дня первого дня знакомства он всегда с большой любовью рассказывал о своем отце. Я удивлялась, какие были отношения между сыном и отцом. Они могли говорить на любую тему. И вот Абдигали говорил, что у отца была большая мечта, еще с времен войны, что кто-нибудь из детей когда-нибудь станет летчиком. И вот в 1977 году, когда мы поженились, когда я приехала в Багару, тетя Фая мне рассказывала, вводила меня в курс, знакомила со всеми, и она очень много говорила об отце. В семье был очень большой совет, где на этом семейном совете было принято решение, что летчиком станет Илемес, что он поедет в Россию, в Рязань, в Сасовское летное училище. С ним поехали тетя Галя и в качестве сопровождающего тетя Фая. На этом семейном совете решили все технические вопросы, все финансовые вопросы. И вот тетя Фая рассказывает, как они только приехали с России. Первым делом она пошла, как она дяде Иманберды, и рассказала ему, дала полный отчет, какой он был счастливый. И я вот по истечении стольких лет, уже сами взрослые люди, я представляю этот момент отчета тети Фаи и тети Гали, и как был счастлив отец. Я думаю, что он прекрасно понимал, что он тяжело болен, он прекрасно понимал, что он уходит из этого мира. Но я думаю, что он прекрасно понимал, что он уходит с чувством исполненного долга. Сын его старшего брата получит достойное образование и станет летчиком, и его мечта исполнится. Біз сақ бабаларымыздан тараған аталарымызды еске алдық. 3 ұл, үшеуі де әке үмітін ақтап, әкелік парызын мейлінше өтей білген, отбасының ғана емес, елдің,
халқының асыл ұлдарына айналған, есімдері ұрпақ жадында алтын әріптермен қатталған ерекше тағдыр иелері. Адам тәрбиелі ұрпағымен мың жасайды. Міне, бүгінде ағайынды үшеуден тараған үрім бұтақ бір рулы елге айналды. Демек сіздер жасаған өмір жолы тоқтап қалған жоқ. Жағып кеткен шырақтарыңыз әрдайым маздап тұра бермек.